Сәлем достар. Бүгін мынау қазақша Википедия туралы бір-екі ауыз сөз айтып кетпекшімін. Оның алдында да бір-екі мәрте осы Википедияны таныстырмақшы болып, бүгін жақсы шықпаған шығар мен бейне таспам. Бірақ осы жол тағы да бір Википедияны бір шолып өтейік деп. Бұл жерде қағаз деген жаңа бетін ашып отырмын. Қағаз деген мақала, ақпарат. Қағаз, міне, қазір бір шолып өтейік. Қағаз парша қағоз дейді. Өсімдік талшықтарынан белгілі бір тәсілмен өңдеу және бір-бірімен үйістіре байланыстыру арқылы жұқа парақ түрінде жасалатын материал болып саналады. Итальянша бамбаджия, яғни мақта деген ұғымды білдіреді. Кейін осыдан барып қағаз сөзі өмірге келді дейді. Бізге қандай қатысы бар осы қағаз Википедияның? Міне қағаз өндіру тарихы дейді. Осы жерде енді қызығы. Қағаз тұңғыш рет 2-ші ғасырда Қытайда жасалды дейді. Еуропада 11-12 ғасырларда пайда болды дейді. Бұл енді сондай мынандай қысқартылған өте қысқа ақпарат. Оған көңілім көншімей тұр, өйткені алдында бір Қытай тілінен көне бір жазуларды орыс тіліне аударғаным бар. Сода Талас өңірінде бір шайқас болды. Тан әулеті, сол кезде жаңағы патшалығы мен жаңағы аббасидтер арасында үлкен шайқас болды. Соған тағы да қарлықтар, қарлук дегенде енді мен онша түсінбеймін. Сондықтан қарлық, енді қар көп жерде, немесе анау мейлі ғой ол неде болса да, қай жерде өмір сүрсе де, енді сол біздің өзіміздің осы бәрі түркілер дейік. Сөйтіп солар қосылып жаңағы мынау Қытайдың Тан әулетінің әскерін сол Талас өзенінің бойында талқандап, сол жақта бір екі Қытай қағаз технологиясын білетін солар қолға түсті дейді 751 жылы. Міне енді сол ақпаратты іздеймін да, тарихтың беттерін ашайын деп. Міне қазақша жоқ. Енді ең қызығы, ағылшын тілінде қарап шықтым, бірақ ең қызығы орыс тілінде. Міне қазір орыс тіліне барайық. Ол Википедия емес, Википедия болды. Соның енді мынау тарих жағынан бар шолып өтейік. Міне бұл да бар енді, бұл Азияда, Цайлун, Қытайда бұнікі көбірек ақпарат. Енді орыстар кішкене осыған бекем ғой енді мынау информация жағынан. Міне ең қызығы, мына долгое время считалось дейді. В Средней Азии бумагу не делали до Таласской битвы 751 жылға дейін. Орта Азияда Талас шайқасына дейін 751 жылғы қағаз жасалынбаған дейді деген бір нелер болған. Бірақ міне жаңағы айтып кеткен қытайлар, қолға түскен Қытай әскерінің екеуі шебер екен, жаңағы технологиясын білетін. Содан кейін мынау солар Самарқанда әйтеуір істетті дейді. Сол кезде Самарқаннан қағаз шыға бастады. Бірақ мына жерде ең қызығы, мына жерде археологтардың
дәлелдеуінше біздің ғасырымыздың біздің заманымыздың 3-ші ғасырында қағазды мынау Шығыс Түркістан, Тұрфан, Хотан, Дунхуан деген жерлерде қағаз шығарылған, және соны енді археологтар қазып алып дәлелдеген ғой сөйтіп. Міне біздің жағы бұл қазаққа қандай қатысы бар? Енді қазақ енді түркі Орта Азия. Осындай мағлұматтар неғып сыймады жаңа қазақ тілінде. Сөйтсе де енді кішкене мынау үкімет тарапынан кішкене ақша шығарып, адамдар да осы істерді қолға алғызу керек қой, жаңағы мынау ақпараттарды кіргізу жағынан. Сол кезде жұрт білет, мынау халықта. Сол енді айтайын деген. Сөйтсек, мынау міне Тұрфан деген, мынау Тұрфан ұйғырлар қазір тұратын жер. Тұрфан болған міне жерде. Жарайды, осы